Абай Құнанбайұлы 16-шы қара сөз. Қазақ құлшылығым Құдайға лайық болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылғанды біз де қылып, жығылып, тұрып жүрсек болғаны дейді. Саудагер несиесін жия келгенде, тапқаным осы, біттім деп, алсаң ал, әйтпесе саған бола жерден мал қазанба, дей тұғыны болушы еді ғой. Құдай тағаланы дәл сол саудагердей қыламын дейді. Тілін жаттықтырып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрене аламын дейді. Оқымадың демесе болады дағы, тілімнің келмегені қайтушы еді дейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па? Абай Кунанбаев. Слово 16. Казах не беспокоится о том, угодно ли Богу его моление. Он делает только то, что делают другие. Встает и падает, молясь. С Богом обходится примерно как с купцом, явившимся за долгом. Это все, что я имею. Хочешь — бери, не хочешь — не из-под земли же я достану тебе скот. Не будет утруждать себя, думая, ломая язык, обучаясь, заботясь об очищении веры. Это все, что знаю. Не браться же за учебу на старости лет. Главное, не попрекнули бы, что не молюсь. А что язык коряв, не беда. Разве у него язык устроен не так, как у других?